Ассалямалейкум, осындай әдемі сыпыра мен фартук тігетін боламыз. Ең алдымен бізге ені 80 болатын, бағасы 800 теңгелік бөз матасы қажет. 3 метр, менде 3 метрден 6 бет шығады. Яғни оны 1 шаршы метрден қиып аламыз. Матаның жиегін осы астына қараттым да, екі жанын қайырып отырып тігіп алдым. Кейін дак матасынан да тура сондай өлшемде, бірақ үстіңгі жағынан 20 см қалдыра отырып қиып алдым. Мінекей қараңыздар, бұл жерде де сондай дак матасын бөз матасын дактың үстіне орнатқан кезде осындай болып тұруы қажет, яғни дак матасы бөзді толықтай жауып тұратындай. Және де міне жоғарғы жағынан 20 см, яғни бір қарыс жер артық етіп қиып алып, жиегін осылай тігіп аламыз. Кейін оны осылай тігетін боламыз. Бір жанына закрепка беріп тігіп, кейін бұл жерге оқтауды салып қоятын боламыз. Дак матасының бағасы 2000 теңге, қателеспесем. Мінекей ең бірінші тікпес бұрын осылай инені түйреп аламын. Дак матасы мен бөз матасының әр қабаттары қозғалып кетпес үшін инемен түйреп тігіп шығамын да, кейін дакты осылай қоя отырып үстінен тігемін. Мына аралықты да тігіп жіберем, оқтау түсіп кетпес үшін бізде ол. Осылай 2 слой тігіп шығамын. Қараңыздар, мінекей бірінші слойды тігіп қойдым, дак пен бөзді бір-біріне осылайынан тігіп шықтым. Енді екінші тігісті мына аралықта тігемін. Қараңыздар, мына тігістің үстінен. Себебі дак пен бөз матасы бір-бірінен ажырап кетпейтіндей мықты болу үшін осылай 2 рет тігіс жүргізіп шығамын. Жалпы бұл сыпыра деген өте таптырмас құрал ғой, қамыр жайғанда. Мінекей қараңыздар, оқтауымызды салдық. Кейін осылай бүктеп жинап қойсақ та болады. Енді бұған чехол тігеміз. Ол үшін бірінші осы диагоналін өлшейміз. Осы дөңгелектің, мінекей осы видеодағыдай етіп өлшейміз. Менде 27 см шықты. Енді ұзындықты өлшейм. Ұзындығы 110 болып тұр. Ал бұл чехолды тігу үшін осындай 4 бұрышты матаны қараңыздар, ұзындығында енінде көп қып аламын. Мінекей ұзындығы 115, енін 33 см етіп аламын да 4 бұрышты қылып тігемін. Мінекей 33 см. Қараңыздар, осылайынан 4 бұрышты қылып тігіп шығамын. Бұл жалпы дак өте сөгілгіш болып келеді. Қазір бір техниканы көрсетем сіздерге. Мінекей 4 бұрышты қылып тігіп алғаннан кейін ішінен қараңыздар, мынандай болып сетінеп тұр. Оны осылайынан тігісті жалпы өйстіп дұрыстап отырып 1 см беріп тігіп тастаймыз үстінен, оң жақ бетінен. Сол кезде ішіндегі сетінеген бөліктері әрі қарай сөгіліп кетпейтін болады. Мінекей астыңғы жағын тіктім. Мынау бізде жоғарғы жағы. Ішкі бетінен мына қалдықты қиып тастасақ болады, шығып тұрған жіптерді. Енді осыған біз қазір бау тігетін боламыз. Байлайтын бау тігеміз. Ол үшін манағы чехолымызды алып, соның бастапқы жағынан 4 елі жер қалдырамыз да, осылай тігістің үстінен, сырт жағынан қараңыздар, осындай лентаны закрепка беріп тігіп тастаймыз. Кейін оны осы жерді буып байлап қойсақ болады. Мінекей қараңыздар, менде ровно 4 елі жерді қалдырдым. Енді біз фартук тігуге кірісеміз. Осы фотодағыдай етіп өлшемін алып, матаға сызып аламыз. Мінекей мен бірінші матаны 2 бүктеп барып формасын шығарамын қазір. Есептеп аламын. Мінекей осылай жаңағы фотодағыдай етіп өлшемдерін матаға сызып алып, қолтық тұсын өзіміз қайшымен бірден қиып жібереміз. Астыңғы жағын осылай дөңес болғанын қаладым. Кейін осылай қолтық тұсын, сосын барып кеудесін қиып алдық. Мінекей қараңыздар, осылай болып шығады. Енді бұның жиегін біз косая бейка деген лентамен тігіп шығамыз. Өлшемін бір тексеріп алыңыздар. Косая бейканы былай тігеміз. Мінекей жоғарғы жағын, косая бейканың бір бұрышын ашамыз, бір жағын ашып, кеуденің жоғарғы оң жақ тұсынан ішкі жақ бетіне, матаның теріс бетінен бастап тігеміз. Жоғарғы жағына косая бейкадан сәл қалдырсаңыздар болады. Мінекей бір 0,5 или 1 см-дей матадан асырып қалдырамыз да, осылай айналдыра, тура осы жерге дейін тігіп келеміз. Видеода көрсетілгендей етіп тігіп келеміз.
Бұл косая бейкінің бір жақсы жері жаңағындай айналатын бұрыштарда, дөңес жерлерде өте иілгіш болып келеді. Мінекей, мысалы үшін мына бұрышты біз дөңгелек тігу үшін осылай ашып отырып косая бейкіні оңай тігіп шықтық. Екі бұрышты қалай қосылатынын қараңыздар. Бұл жерде де осылай дөңес етіп тігіп, барып кішкене артық қалдыра отырып косая бейкіні қиямыз. Енді бұны матаның оң бетін айналдыра отырып тігетін боламыз. Осы жерде косая бейкінің екеуінің қиылған жерлерін бір-біріне сәйкестендіре отырып, осылай ішкі бетіне кіргізіп жіберіп, артық жерлерін әдемілеп тігіп шығамыз. Бастысы жұмысыңыз аккуратны болсын, тексеріп отырып жасаңыздар. Бірінші тіккенде қиын болуы мүмкін, кейін қолдарыңыз үйренеді. Осылай барлығын жиектеп отырып, әдемілеп тігіп шығамыз. Кейін ені ұзындығы 50 сантиметр болатын лента тігеміз, 3 лента тігеміз. Екеуін чтобы белге байлап қою үшін, ал біреуін мойынға іліп қоятын қылып, осы косая бейкімен 50 сантиметрмен өлшеп алып тігеміз. Мінекей қараңыздар қалай тігілетінін. Осылай бір-біріне беттестіре отырып, 50 сантиметр өлшеуді ұмытпаймыз. Және де аяқ жағында осылай тігеміз. Міне видеода көрсетілгенде қараңыздар, осылай тігеміз. Үшеуін тігіп аламыз да. Кейін оны мойынға және белге лента етіп, видеода көрсетілгенде етіп тігіп аламыз. Сонымен біздің осындай әдемі фартугымыз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп алыңыздар. Көптеген жаңа сабақтарды алдағы уақытта салатын боламын. Арна сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Назар аударып қарағандарыңызға үлкен рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Инстаграмымды және де телефон номерімді описаниеде қалдырамын. Қажет болса, қалған сұрақтарыңызды, түсінбеген жерлеріңізді сұрасаңыздар болады. Ассаламу алейкум.